Барлықтарыңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Негізі бұрыннан сторис дептім ғой. YouTube қосалған видеоларды сөйлеп саламын деген ой болған. Бірақ та көп жағдайда үлгермедім азғыш жасауға. Сол үшін ендігіден бастап сөйлеп салатын болып жатырмын. Қазір менің інім сізбен екеуміз магазинге барып, мультивитамин алып келе жатырмыз. Тала деген суық енді. Ауа райына кіріп қарасақ минус 14 дейді, бірақ минус 14 емес, минус 25 бар сияқты болып тұр. Суық. Жөтелден үй жағдайында арылатын боламыз. Бұл керемет коктейльдің әдісімен сіздермен бөлісетін боламын. Кішкене балаларға және де ересектерге беруге болады. Бізге ол үшін керегі 2 банан және де имбир, жұмыртқаның сарысы, тура видеодағыдай қарап жасап отырсаңыздар болады. Қайталап, сары май 2 бөлшекке бөліп аламыз. Кішкене сары майды қосамыз. Одан кейін бізге керекті приправа корица мен кориандр. Үлкендерге, ересектерге сода қоссаңыз болады. Ең соңынан нан сода қосып жүрсеңіз болады. Және де сүт 500 грамм керек. Жылы сүт болу керек. Үй температурасында тұрған салқын сүтті қоспаймыз. Одан кейін бал кішкене шай қасықпен 5 қасық шай қасық қосамыз. Және де бәрін блендерге саламыз да қосып араластырамыз. Дайын болған коктейльді бір күнде 3 уақытта берсеңіз болады. Азанда тамақтан кейін, түскі аста және де кешкі аста жатар алдында берсеңіз болады. Ең болсын, менің рецептіммен жасап көрсеңіздер болады.